Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі бейнебаянда біз сіздерменен малярлық концентрация тақырыбын есептеп шығаратын боламыз. Жалпы ең алдымен танысайық, малярлық концентрация не? Ол алатын болсақ, бізде болады до этого біз шығарған, осыған дейін шығарғанның барлығы бізде пайыздық концентрация. Енді ал малярлық концентрация деген сөз 1 литр ерітіндіде жаңағы еріген заттың зат мөлшері екен. Еріген заттың мөлшері, иә? 1 литрдағы. Яғни белгілену болар, С деген әріппен белгіленеді, С деген. Ал формуласы салатын болсақ, бізде зат мөлшері бөлінген көлем, немесе моль бөлінген литр, немесе моль бөлінген дециметр куб дейміз. Осылай жазуға болады. Немесе балдарына зат мөлшерінің біз білеміз, массаның малярлық массаға қатынасы екен. Сондықтан да екінші формулаға қатысақ болады. Масса бөлінген малярлық масса көбейтілген көлем деген. Сол кезде бізде мына екі қатынас бізде береді зат мөлшерін, ал мына көлем өзінен өзі қала береді. Тағы бір айта кететін нәрсе мына жерде балдар. Мынаны білу керек бізде, иә? Жаңағы айналдыруларды. 1 литр ол тең болады бізде 1000 миллилитр, немесе 1000 дециметр куб. Тағы не білу керек? Осы басқаны айтатын түк те жоқ. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Жақсы, сонда кеттік, есептерді бастайық. Бірінші тип қарапайым. 500 мл ерітінді дейді, жаңағы 0,2 моль калий гидроксид ерітілген ерітіндінің малярлық концентрациясын анықта дейді. Ол үшін жазатын болсақ, бізде С тең N бөлінген В. Сол кезде бізде N-нің мәні бізде 0,2. Ал 500 мл бізде қанша екен? 0,5 литр. Сол кезде 0,2-ні 0,5-ке бөлсек, бізде 0,4 моль бөлінген литр шығады. Айтпақшы айта кететін нәрсе болды, қараңыздар. Осы моль бөлінген литрді кей кезде үлкен М қылып береді балалар, үлкен М. Сонда оны былай да жазуға болады. 0,4 М деп те жазуға болады екен. Сонда дұрыс жауап болады бізде С нұсқасы. Түсіндік қой, иә? Ары қарай кеттік. 200 мл ерітіндіде 7,45 грамм калий хлориді бар ерітіндінің малярлық концентрациясы қандай дейді? Малярлығы қандай дейді? Енді оны табатын болсақ, бізде ең алдымен немесе сразу формулаға салсамыз, калий хлордың емері бізде 39 плюс 35,5 тең болады 74,5 грамм бөлінген моль. С тең болады бізде 7,45 бөлінген 74,5 көбейтілген көлем 200 мл, ол бізде болады екен 1,2 литр көбейтілген 0,2. Сол кезде 0,1 бөлінген 0,2 тең 0,5 моль бөлінген литр, немесе 0,5 М шығады. Дұрыс жауап болады бізде С нұсқасы. Келесі көретін болсақ, концентрациясы 0,1 малярлы болатын 500 мл натрий хлориді ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм тұз қажет етеді? Бұл жерде алдыңғы есепке қарағанда кері есеп болып тұр. Енді біз білеміз, иә, жаңағы С тең N бөлінген В болатын болса, натрий хлоридінің молін тауып алу үшін, N-ді анықтау үшін не істейміз? С-ны көбейтеміз В-ға. Сол кезде бізде С-мыз 0,1, ал В-мыз бізде қанша екен? 0,5 литр болады. Өйткені бізде моль бөлінген литр болса, көлеміміз 0,5 литр. Сол кезде бізде литр мен литр қысқарып, тең болады 0,05 моль шығады. Енді ары қарай масса табу үшін М көбейтілген N ғой. Массамыз бізде натрий хлоридінің емері, натрий хлор, тең болады 58,5 болады. Яғни 58,5-ті көбейтеміз 0,05-ке. Сол кезде тең 2,925 грамм екен. 2,925 грамм. Дұрыс жауап болады бізде А нұсқасы. Түсінікті ғой, иә?
ары қарай кеттік. Массасы 9,18 грамм фосфор қышқылынан концентрациясы 0,2 мольдарлы болатын ерітінді дайындау үшін қандай көлем қажет дейді, яғни қандай көлем ерітінді болады дейді. Бұл жерде білесіздер, С тең бізде n бөлінген v болса, v-ны табу үшін n-ді бөлеміз с-ға. N-ді табу үшін біз не істейміз? Әрине моль таба аламыз. Сол кезде бізде фосфор қышқылының моль табатын болсақ, бізде 9,18-ді бөлеміз қаншаға? 98-ге. Себебі H3PO4-тің емері бізде 98 болып табылады. Сонда 0,1 шығады. Ары қарай, сонда n-нің мәні 0,1, с-ның мәні 0,2 шығады екен, бізде 0,5 шығады, литр шығады. Дұрыс жауап болады бізде д нұсқасы болады. Түсінікті ма есеп? Жақсы, онда екінші типке ауысайық. Бұл жерде тығыздық пен массалық үлестен есептер беріледі. Кей кезде мольдарлық концентрацияны анықтау. Енді мысал үшін бізде массалық үлесі 49% болатын, тығыздығы 1,4 болатын күкірт қышқылының мольдарлық концентрациясын анықта дейді. Бұл есепті шығару үшін, балалар, екі түрлі әдіс бар. Біреуі дайын формула бар, біреуі өзіміз есептеп шығарамыз. Яғни өзіміз шығаратын болсақ, бізде көлемі ерітіндіні мысал үшін біз аламыз, ойдан алсақ болады. Мысал үшін бізде 1 литр немесе 100 литр деп алсақ болады. Осы жерде 1 литр деп алсақ, ал 1 литр бізде қанша? 1000 миллилитр. Енді қараңыздар, масса еріген зат табу үшін біз не істейміз? Ро көбейтілген v көбейтілген w деген формуланы қолданамыз. Себебі бізде тығыздықты көбейтсек, көлемге бізде ерітіндінің массасы, пайызына көбейтсек, шығады екен бізде таза заттың массасы. Сол кезде алатын болсақ, таза затты қойын жерге. Бізде ромыз бізде 1,4, көлеміміз бізде 1000, ал бізде процентіміз қанша екен? 49, ол тең болады 0,49. Сол кезде 1,4 көбейтілген 1000 көбейтілген 0,49 тең болады 686 грамм. Бұл бізде тағы да айтам, күкірт қышқылының массасы. Енді сын табу үшін біз не істейміз? Масса бөлінген м көбейтілген в. Сол кезде бізде масса 686, күкірт қышқылының емері 98, в бізде 1 литр деп алсақ, сонда 686-ны бөлеміз 98-ге. Тең болады 7 шығады екен. 7 жаңағы шығады. Моль бөлінген. Дұрыс жауап болады бізде А нұсқасы. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдісте болады мынандай формула бар, білесіздер. С тең ро көбейтілген w көбейтілген 10 бөлінген m деген. Осындай формула бар. Сол кезде бізде роның мәні бізде 1,4, w-дің мәні бізде 49-ны өзін қалдырамыз. 10-ға көбейтеміз, бөлеміз қаншаға? 98-ге. Сол кезде алатын болсақ, 1,4 көбейтілген 49, көбейтілген 10, бөлінген 98 тең болады 7 шығады сонда. 7 м. Дұрыс жауап сонда болады бізде А нұсқасы. Түсінікті ма, балалар? Енді мысалы үшін мен айтар едім, балалар, мына әдіс дұрысырақ деп, себебі формуланы ұмытып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да бұл формула қорытып шығарған, негізі қорытып шығару түсіндірмей қойын, ол сізге қажеті шамалы, бірақ жалпы енді екі әдісті салыстырып көресіздер, бірақ мен мына әдісті артық көремін. Бұл әдіс енді ешқашан ұмытылмайды. Ал мына әдісті формуланы ұмытып қалсаңыздар, или мысалы үшін орындарын ауыстырып алсаңыздар, мысалы үшін r мен n-нің уже есеп қате шығады. Сондықтан өздеріңіз көресіздер. Келесі есепті алатын болсақ, калий гидроксид ерітіндісінің анықталды концентрациясын тығыздығы 1,1 дейді. Енді бұл есепті шығаратын болсақ, тура алдыңғы есепке ұқсайды. Былай істесек болады, сразу жаңағы массасы табамыз. Масса тең болады бізде, айтпақшы көлем тең 1000 миллилитр немесе 1 литр болды. Сол кезде 1000 ро көбейтілген w көбейтілген v. Сол кезде бізде ромыз 1,1 көбейтілген пайызымыз 0,1,
ал общий ерітіндіміз бізде 1000 мл. Сол кезде бізде шығады екен 110 ғой деймін, 1/1 көбейтілген 1000 көбейтілген 0,1 тең 110 шығады. Ары қарай енді сын табу үшін біз 110-ды білеміз калий вашқа. Ал калий ваштың емері бізде қанша? 56 шығады. 56 көбейтілген 1. Сонда 110-ды 56-ға бөлсек тең 1/96 шығады. Дұрыс жауабы. Дұрыс жауап В варианты болды. 1/96 м. Немесе дайын формуламен, С тең W көбейтілген ρ көбейтілген 10 бөлінген м деген. Сол кезде бізде 10 көбейтілген 1/1 көбейтілген 10 бөлінген 56 тең 1/96 м шығады. Дұрыс жауабы бұл нұсқасы болады. Мына 7, 8, 9-дар сондай есеп. Шығарсай сразу. Сымен жасайық. Тең болады бізде. W-іміз бізде 20. Ро бізде 1/12. Көбейтілген 10 бөлінген. Натрий гидроксидінің емері бізде 40 болады, 40. Сол кезде бізде 20 көбейтілген 1/12 көбейтілген 10 бөлінген 40 тең 5/6 шығады. Дұрыс жауабы А болады. Келесі есепте С тең болады ро көбейтілген В көбейтілген W. Сол кезде бізде ромыз 1/4 көбейтілген 40 пайыз көбейтілген 10. Азот қышқылының формуласы бізде HNO, оның емері 63 шығады. 63 келеміз. Сол кезде бізде 1/4 көбейтілген 8/9 40 8/88 8/9 көбейтілген 10 бөлінген 8/9 дейді. Дұрыс, 8/9. Дұрыс жауабы В болады. Есіп көрейік. Тең болады бізде 1/01 көбейтілген 10 көбейтілген 10 бөлінген сірке қышқылының енді формуласын білу керек бұл жерде. CH3 COH ол тең болады 60 шығады. Сол кезде 100 көбейтілген 1/01 бөлінген 60 тең 1/68 шығады екен. 1/68 м. Дұрыс жауабы А болады. Балалар, осымен бізде кейбір кезде кездесетін есептер роботада түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай шығарайық 10 мен 11-ді. 10-ші есепте кішкене сәл ойлау керек. Ергіштік бойынша білімімізді пайдаланамыз. Мысалы, мына жерде тығыздық берген. Массасын берген, еріген заттардың ерітіндінің массасын берген деген сияқты. Енді бұл есеп шығару үшін балалар ең бірінші мына тығыздықты берген себебі балалар көлем табу үшін. Өйткені бізге майдалық концентрацияға көлем керек. Сонда алатын болсақ, біз жаңағы жалпы ерітіндінің массасын бөлеміз тығыздығына. В тең болады бізде. Ерітіндіміз бізде не? 100 қосылған 34. Бұл бізде жалпы ерітіндінің массасы. Бөлеміз тығыздығына қанша? 1/17-ге. Сол кезде 100 плюс 34 бөлінген 1/17 тең 114-те 53 шығады. Ол бірақ миллилитр болады балалар, өйткені бізде көлемі. Осылай, сонда 1000-ға бөлсек 0,114-53 литр болады. Осы жер түсінікті ғой, иә? Сын табу үшін калий хлордың емері бізде 74/5. Формуласы бізде калий хлор. Сол кезде бізде массамыз 34 грамм. Ал жалпы ерітіндіміздің заттың емері бізде
74/5, ал көлеміміз бізде 0,114/53 шығады. Сол кезде бізде 34 бөлінген 74/5 бөлеміз 0,114/53-ке тең шығады екен. 3,98 шығады балалар. Дұрыс жауабы В нұсқасы болады. Келесі есеп тура аумайды осы есептен. Бұл бізде натрий нитраты, яғни натрий NaOH. Мр бізде 62-85 қойдым, иә? 85 болады. Сол кезде В ерітіндіні табу үшін біз тағы да еріген затты массаларын қосып, жаңағы ерітіндінің массасын тауып аламыз. Одан кейін тығыздығына білеміз 1/35-ке. Сол кезде бізде 188 бөлінген 1/35 тең болады. 139 да шығады. 139/25 миллилитр тең 0,139/25 литр болады. Енді сын табу үшін массамыз 88 грамм, массамыз, ал мр бізде 85, көлем бізде 0,13,925. 7/43 шығады.